Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы фольклорды тегімен жанрына жіктеу, тарихи зерттеу принциптері. Дүниежүзіндегі бұқара халықтардың көркем ой тарихында ауыз әдебиетін алатын орын ерекше. Ауыз әдебиеті халықаралық ғылыми тілде де фольклор деп аталады. Фольклор деген атау ағылшын тілінде халық даналығы деген ұғымды білдіреді. Жазба әдебиеттен бұрын әр халықтың көңіл күйін, тұрмыс салтын, тарихи көркем сөзбен бейнелейтұғын ауызша айтылып, ауызша тараған әдеби үлгілері болған. Ауыз әдебиетінің өзіне тән ерекшеліктері мен заңдылықтарын тексеретін ғылымды фольклористика дейді. Дәстүрлі фольклорлық шығармалардың негізгі басты белгілері болады. Бұл ең алдымен фольклорлық үлгілер ауызша шығарылады, әрі ауызша тарайды. Екінші, әрбір шығарманың бірнеше нұсқалары, көптеген варианттар болады. Үшінші, дағдылы тіркестер, бір-біріне ұқсас сюжеттер көптеп кездеседі. Көркем өнердің бірнеше түрлерінің кейбір сипаты сақталынады. Фольклор деген атауды тұңғыш рет жазба әдебиетте қолданған ағылшын ғалымы Вильгельм Томсон. Ол 1846 жылы Лондонда шығатын Атенеум газетінде ауыз әдебиеті туралы мәлімет келтірген. Фольклорлық шығармалар әр дәуірде әртүрлі аталған. Халық поэзиясы, халық шығармашылығы, халық ауыз әдебиеті, халықтың сөз өнері. Ертедегі фольклор шығармалар ру тайпалардың ортақ әдеби мұрасы болса, келе-келе қоғамдық қатынастың дамуына таптық сипат алған. Оның басты себебі адамдардың ара қатынасындағы әлеуметтік теңсіздіктен әр алуан топтар, нәсілдер, тектер, таптар пайда болған. Соның нәтижесінде белгілі бір таптың салт-санасына, талғам талаптарына лайық көркем шығармалар пайда бола бастаған. Еңбекші қарапайым халық жаратылыспен қарым-қатынаста, қоғамдық әрекетте және өзімен-өзі сырласқанда өлең аңыздар шығарған. Оны әдетте жұрт алдында көп кезінде орындаған, айтушы да, тыңдаушы да бетпе-бет қатар отырып шығармашылық бірлік құралған. Шығарманы ең басында белгілі бір ақын, жыршы, жыраулар шығарған. Содан соң аталған әдеби мұра бір елден екінші елге басқа біреулердің жаттауымен жетіп отырған. Заманы алыстаған сайын түп нұсқаның алғашқы авторлары ұмыт болып, ол біртіндеп бүкіл халықтық ортақ мұраға айналған. Мысалы, Қозы Көрпеш Баян сұлудың 30-дан астам нұсқасы сақталған. Бұл жырдың өмір тарихы сан ғасырмен өлшенеді. Сол орталықтағы оның бірінші жырлаушының есімі ұмытылған. Басты сюжеттік желісі әр алуан өзгерістерге ұшыраған. Сондықтан фольклорлық әдебиеттің нақтылы авторы аталмайды. Ол шығарма қай ұлттың, қай халықтың көркем шығармасы еді деген сұрақ бірінші орында тұрады. Ауыз әдебиет үлгілерін кез келген адам шығармаған. Оған сөз өнеріне қабілетті, бейімі бар адамдардың қатысы бар. Фольклор ағылшын сөзі, ол халық шығармасы, халықтың ауызша тудырған көркем шығармасы, халық даналығы деген ұғымды білдіреді. Фольклор дүниежүзі халықтардың бәрінде бар, ал халықтың ауыз әдебиетін зерттейтін ғылымды фольклористика деп атап өттік, иә? Ауыз әдебиеті ертеден келе жатқан мұра. Орыс халқының ұлы сыншысы Белинский әдебиет деген сөздің жалпы мағынасы деген еңбегінде ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінің арасындағы айырмашылықтарды айтып келіп, ауыз әдебиеті ерте замандағы ой-сананың жемісі дейді. Халық немесе тайпа жазу өнерін білмеуі мүмкін, бірақ оның поэзиясы болмауы мүмкін емес дейді. Белинский ауыз әдебиетінің ерте кезде халықтың жазу, сызу өнері болмаған заманда туғандығын дәлелдейді. Өткен ғасырдың орта шенінде Батыс Европада, Ресейде ауыз әдебиетін зерттеген буржуазияшыл ғалымдар мифтік теория дегенді ойлап шығарған. 19 ғасырдың 50-60 жылдарында орыстың Буслаев, Миллер, Афанасьев секілді ғалымдары қолдап ауыз әдебиеті дінге, діни ұғымдарға, әртүрлі мифтерге байланысты туды және ауыз әдебиетінің алғашқы кейіпкерлері құдайлар болды деп қарады. Сөйтіп, идеалистік көзқарасқа негізделген мифтік теория ауыз әдебиетінің шығу деген ашып бере алмады. Ауыз әдебиетінің шығуы жайында өткен ғасырдың екінші жартысында батыста тағы бір теория пайда болды. Бұл ауысып алу теориясы деп аталды. Оны Ресейде Пупын, Стасов, Веселовский ғалымдары қолдады. Бұлар орыс халқының ауыз әдебиетінен басқа халықтың ауыз әдебиетімен мазмұны жағынан салыстыра зерттеді және әр елдің ауыз әдебиетіне ұқсас келетін сюжеттерге айрықша көңіл аударды. Осының нәтижесінде бір елдің ауыз әдебиетінде кездесетін сюжеттер екінші бір елдің әдебиетінен ұшырай қалса,
болғаны, оны олар бір-бірінен ауысып алған деп есептейді екен. Мұндай ауысып алулар әртүрлі қарым-қатынас, сауда-саттық жолдарымен жасалған дейді. Мәселен, Веселовский орыстың батырлар жырын сюжеті батыс Европадан алынған десе, Пупин оны тек батыс емес, шығыс елдерінен де келген деп дәлелдейді. Орыс халқы шығыс елдері ауыз әдебиетінен көп сюжет алған деген пікірді Стас Кенен Потанин де көрсетеді. Ауыз әдебиетінің тууы, дамуы жайында ауысып алу теориясы ғылыми теріс, дәлсіз және қате теория деп айтылған. Фольклор жанрларын идеялық көркемдік ерекшеліктеріне, құрылысына, өмірде атқаратын қызметіне яғни функциясына қарай жіктейді. Фольклорлық жанрлар салтқа қатысты немесе қатыссыз болып келуі, қара сөзбен не өлең түрінде айтылуы, әуенмен не әуенсіз орындалуы, жеке адам не көпшілік орындайтын үлгіде көрініс беруі мүмкін. Енді осы ұстанымдарды жеке-жеке қарастырайық. Біріншісі, бұл қоғамдық қызметі. Фольклорда жанрдың табиғатын анықтайтын басты фактор. Фольклор о баста адамзаттың күнделікті тұрмысында белгілі бір қажеттілікке байланысты қалыптасқан. Кейіннен сейілдік, сауықтық қызметтерге бейімделген. Мәселен, бәдік жыры ауру, малды, науқас адамды емдеу үшін шыққан. Немесе бесік жырын алсақ, бесіктегі баланы ұйықтату үшін айтылады. Арбау, байлау өлеңдері жайында да осыны айтуға болады. Фольклор адамзат қоғамда танымдық, идеологиялық, тәрбиелік, эстетикалық қызметтер атқарады. Қоғамның даму сипатына орай фольклордың белгілі бір функциясы алдыңғы кезекке шығып отырған. Мысалы, 15-16 ғасырларда қазақ халқы үшін ел қорғау, ата мекенін жау табынан азат ету аса маңызды мәселе болды. Бұл кезде ерлік пен елдікті мақтайтын батырлар жырының тәрбиелік, идеологиялық қызметі артты. Ал осы жанр 19-20 ғасырда көбінесе сауық-сейілдік функция атқарды. Яғни аңыз жанрының басты нысаны тыңдаушыға елдің өткені туралы, ал немесе атақты адамдардың өмірі жайлы, күйдің шығуы жақында мағлұмат берді. Демек, аңыздың танымдық қызметі басым. Екіншісі, бұл құрылысы. Жанрдың тұрмыстық қызметіне байланысты айқындалатын негізгі поэтикалық элемент. Орындалу мәнері бұл баяндаулы, ертегі, аңыз, әпсана немесе әуен мен музыкалық аспаптың сүйемелдеуінде жыр, айтыс, терме, толғау, тарихи өлең орындалуы, ойын үстінде санамақтар, әйгөліктің айтылуы. Ал ең соңғы төртінші, бұл мазмұны. Бір ескертетін жайт, бір мазмұнның бірнеше формасы болу мүмкіндігі, бір тақырыпқа құрылған тарихи өлең, тарихи жыр, тарихи аңыздардың болуы. Сонымен, фольклор бұл кез келген халық әдебиетінің қайнар көзі болумен қатар, сол халықтың өткен тарихының, жүріп өткен жолының бағдары куәсі, тіпті сол халықтың жан дүниесінің айнасы десек те болады. Әлемдегі қай халықтың болмасын фольклор туындыларының сипат ерекшелігі жағынан сол жұртқа тән өзге жанрлармен ұқсастығы да, өзіне ғана тән болып келетін біршама ерекшеліктері бар екені белгілі. Шығармалардың ауызша айтылып, ел есінде ауызша сақталатыны, айтушының ой-қиялына орай түрлі өзгеріске ұшырап, көп нұсқалы болатыны, тұрақты дәстүрлі тіркестердің жиі кездесетіні ауыз әдебиетінің барлық жанрына тән бірегей ортақ нышандар. Сонымен бірге фольклор туындыларының тарихи шындық негізіне қорытылып суреттелуі де әр жанрларға байланысты әртүрлі деңгейде болатындығын білеміз. Қазақ фольклорына да осы қағидаттар тән.